ойландыратын 3 әңгіме. Бірге талқылап, коммент жазып отырайық. Бірінші әңгіме мынадай еді. Өте ертеде бір батыр қыстаққа келіп, ондағылардың жәрдем қажет ететін етпейтіндерін сұрапты. Қыстақтағылар оған тауда бір жолбарыстың өздеріне үнемі лаң салып тұратынын айтыпты. Сонымен батыр екең тауға шығып, азулы жолбарыспен 3 күн 3 түн алысып, ақыры өлтіріп, тересін сыпырып алып, қыстаққа қайтып барып, тағы нендей собалаң бар деп сұрапты. Теңізде бір аждаһа бар, соның көзін жойып берсең, депті қыстақтағылар. Батыр теңізге барып, аждаһамен 7 күн 7 түн шайқасып, ақырында басын кесіп алып, қыстаққа қайтыпты. Қыстақ халқы аста төк дастархан жайып, асты үстіне түсіп, бәйек бола күтіпті. Батыр бір кесе шарапты тартып жіберіп, бастарыңа үйірілген тағы нендей собалаң бар, айтыңдар қане. Батыр елінің басындағы қайғыны аластау үшін туады емес пе, депті шалқып. Дұрыс айтасың, басымызға төніп тұрған тағы бір собалаң бар, соны алыстасаң дүние тыныш болар еді, деседі қыстақтағылар. Кім ол дейді батыр? Сенсің дейді қыстақ халқы. Батыр қалайша мен боламын дейді. Олардың бұл сөзін түсіне алмай. Өйткені сен батырсың дейді қыстақтағылар. Батыр ұнжырғасы түсіп, ары-бері ойланып отырады да, орнынан тұрып, бұл қыстақтан аттануға оқталады. Бірақ аяғын аттай бере, жер сүзе, жығылып дем үзіледі. Әсілі оның ішкен шарабына баяғыдағы у салынған екен. Екінші әңгіме осыдан 60 жыл бұрын болған іс екен. Біреу өзеннен өтем деп суға батып бара жатқанда, екінші біреу оны құтқарып алады. Суға кете жаздаған адам құтқарушысына алғысын білдіру үшін оны өкіл әке деп таниды. Бір жылдан кейін осы құтқарылып қалған адам тау жолына кетіп бара жатып, бір топ бөрінің бір адамға шауып жатқанның үстінен түсіп, бар күшін салып жүріп, үйірлі қасқырды қуып салады. Әлгі адам мұны өкіл әке деп таниды. Осыдан кейінгі 5 жылда өкіл ұлы әр жылғы мереке мейрамда өкіл әкесіне амандаса барып тұрады. Олардың күндері алаңсыз, өзара тату-тәтті өтіп жатады. 1944 жылдары Қытай-Жапон соғысы болып жатқан кезеді. Жапондықтар тауға шығып, партизандарды қоршап, шоймақшы болғанда, осы үшеуін ұстап алып, оларға жол бастатады. Бірде мина көмілген өңірден өтуге тура келгенде, әлгі тұтқындарды алдыға айдап салып, жол ашқызбақшы болады. Бұл үшеуінің ішінде біреуі міндетті түрде өлуі керек еді. Жапондар әлгі суға батқан адамнан сен айт, кім алда жүрсін дейді бұйырып. Ол өзі құтқарған адамға, және өзін құтқарған адамға кезек қарап, соңында мынау барсын дейді, өзінің өкіл әкесін көрсетіп. Үшінші әңгіме тіпті де қарапайым. Осы заманғы әңгіме еді. Бір мекемеде үнемі дәретхана тазалап жүретін Лайза атты жұмысшы болады. Сонымен жыл соңында үздік қызметкер болып бағаланады. Бұл адам сол күннен бастап күн сайын дәретханада тұрақты тазалық жұмысымен айналысатын болып белгіленеді. Дәретхана сәл таза болмай қалса, болғаны өзгелер Лайза қайда деп шұрқан салады. Кейін дәретхананың жер асты су жолы бітеліп қалып, үлкен дәрет көлшігіне түсіп, су жолын ашуға тура келеді. Елдің бәрі мұны Лайза істеу керек деседі. Сонымен лас көлшікке Лайза түседі. Бірақ қайта шықпайды. Өйткені ол шалшық газға тұншығып өліп қалған еді. Бұл айтылған 3 әңгімеден қандай ой түюге болады, қандай ғибрат алуға болады? Құрметті оқырман, айта отырыңыздар.